53-ші мектеп гимназиясының 3-ші Б сынып оқушысы Расылхан Айша. Мен әжемнің ертегісі деген кітапты оқығым келді. Сіздерге соны мазмұнын айтамын. Тақырыбы бір үзімнан. Бай мен кедей бірге көршілес тұрыпты. Бірақ ол екеуін бір-бірін көргісі келмейді екен. Содан соң байдың үйі кең, әдемі болыпты. Іші толған алтын мен күміс екен. Содан соң ал кедейдің үйі ағаштан жасалған, үсті бұтамен жабылған қора екен. Содан соң су тасқыны болады екен. Сол бай ол өзінің алтынын алады, ал кедей өзінің нанын алады. Ол 15 күнге дейін созылады деді. Содан кейін байдың қарны аша бастады. Сол бай кедейден сұрайды: «Әй кедей, сен маған наныңды бер, мен саған өзімнің алтынымның жартысын берем» дейді. Бірақ кедей келіспеді. «Өз алтыныңды ал» деді. Бірақ оның қарны ашады. Содан соң екінші күні тағы да сұрап көреді: «Әй кедей, сен маған наныңды бер, бір өзім, мен саған өзімнің алтынымның бәрін берем» деді. Бірақ кедей келіспеді. Содан соң оның ертеңгі күні бітеді екен. Бірақ байдың қарны аша береді. Содан соң ол суға құлайды. Құлап түседі судың ішінде. Сосын оның келесі күні су тасқыны біткен соң олар үйіне кіреді. Содан соң: «Кедей, маған нан берші, мен саған бүкіл алтынымды берейін» деді. Бірақ кедей келіспейді ешқашан. Алтын күміс тас екен, арпа бидай ас екен деген халықтың сөзі бар екен.